Қайырлы күн баршаларыңызға. Мен осындай бүгін керемет кекс пісірдім. Өте дәмді шықты. Сіздер де үйден жасап көріңіздер. Үйдегілерге ұнайтынына сенімдімін. Арасына мен мейіз қостым. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарамыз. Және бір кесе қантымызды салып, жақсылап шекеріміз ергенше араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін үстіне бір кесе сұйық майымызды және бір кесе сүтімізді құйып жақсылап араластырамыз. Бір кесе ұнымызды електен өткізіп алып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және екінші кесемізге бір қасық разрыхлитель салып, онда електен өткізіп аламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, түйіршік болмайтындай араластырамыз. Формамызды дайындап аламыз. Барлығын формамызға құйып шығамыз. Мен арасына мейіз салдым. Сіздер де салсаңыздар болады. Және де барлығын формаға салып болғаннан кейін 200 градуста 25 минутқа қоямыз. Біздің кексіміз пісті. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Осындай болып биік болып көтеріледі. Міндетті түрде үйден жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Және менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Егер ұнап жатса, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.